сіздердің алдарыңызда номері 1-ші Шұбарлық мектеп гимназиясы жігіттер құрамасы. Қыстау қилы саманда, не болмаған байтақ даланда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкен, қашан өтпей суға түспек, Тоқташ, сөндір. Нұртас қуасында мен саған тиктоктағы трендтегі музыканы қой деген жоқпын ба? Тикток рең бәрі осылай болсаң екен. Кеш жарысшылар! Жігіттер, білесіңдер ма? Қазіргі таңда Алматыда Есентай молының алдында қолына нөпірет персе ұстап тұрған жігіттерді үлкен тәтелер келіп алып кетеді екен. Үлкен тәтелер емес, еуға тәтелер. Жігіттер тоқтаңдар. Сонда не Нұржігіт ағамызға қолына нөпірет персе ұстап жүрген ба не? Неге не расыл? Ең дұрыс емес па? Кеш үлкен қыздармен жүрмей ма? Жігіттер, бүгін Нұржігіт ағамыздың туған күні онымен ойнамаңдар. Туған күн дейсің ғой. Да. Туған күн дейсің. Да. Туған күн дейсің. Ешкісі қайымыз қалаусыздар Нұржігіт аға. Жігіттер байқадыңдар ма? Нені? Тимур ағайымыздың алдында да нөпірет персе тұр ғой. Ой, оның әйегі бар. Осы бәленің бәрі қатыны бар да шат. Нұрхан, Аслан, екеуің не істеуісіңдер? Ағам, өзің айттың ғой. Қолыңа персе ұстап жүрсең, мен батақтай келіп ақырет деп айттың ба? Айтты. Жүргеніміздің екеуміздің бір ай болды. Қапшықтың ішінде персе деп кола, спрайт, фанта бәрі жатыр. Ешбір біткен жоқ қой. Сендер вообще қаяқта жүрсіңдер? Әмзәннің алдында. Вот, міне, сендердің ошибкалерің осы да. Шоколадтың алдында тұрмайсыңдар ма хотя бы? Неге? Жолдың бойы ғой. Жігіттер, сендер одан да бейтіңдер. Қолдарыңа 1,5 литр сарыға салдыңдар да, апсың свекетін алына барып тұрыңдар. Өзбектер стройка алып келеді. Қоя беріңіз жігіттер, одан да елімізде қандай жаңалықтар болып жатыр, сол жайлы айтайық. Сіздер білесіңдер ма, елімізде насыбай атуға тыйым салды ғой. Қойш, тыйым салды ма не? Тым жақсы насыбай атып жүреді ғой. Бүкіл айтып тұрсың ғой. Бала қойшышы сен залда дейді, мамаң отыр ғой. Дұрыс сонда. Насыбайды құрту керек. Жаман қасы. Сатып қалай атады, кринж вообще. Жігіттер, біле білсеңдер, біздің Шұбарлық еліміз бойынша ең бірінші суға кеткен болады. Соны деймін да, Ерасыл, акиматтағылар ертерек қамданып жұмыс істегенде бұндай болмас еді ғой да. Былай қарап тұрсаң, жұмыстың бәрін қарапайым халық қос істеп отырған. Балам, залда дейтін акиматтың адамдар отыр ғой. Су деген табиғи апат қой. Оған қосын акиматтағылар не істей алады? Су деген тілсіз жау. Наурыз біздің акиматтағыларға политика ғой, политика. Осының арқасында ауылымызға телевидение келді ма? Келді. Телевидение арқасында Шұбарлықты бүкіл Қазақстан таныды ма? Таныды. Өмір келмейтін Асхат Шағаздың өзі келді ғой. Машиналары қандай дерскі. Ертең бар емес па? Ауылда бар емес па? Қазда шөп шүйгін болады. Мал жейтін шөп. Балам, сен сөзіңді жаман секілді тұттың ғой, Бишімбаевтың адвокаттарысы. Жігіттер, Бишімбаев демекші, әлі қазір алқабында Нұрбек ағамыз отыр ғой. Қума солда қыздар тұра ма не? Жоқ, қыздарды көзді қысып қойшы. Қыздар сындыратын болса жүрмей ма? Әлі бойдақ қой? Алып балалардан проблема жоқ. Бойын 78, салмағын 78. Үйленіп тұрмыздар екен. Беткеде қия саламыз ғой де, сағым дейді. Біреудің жаны өзі. Біреу сөзі ғой деп қояманандар. Осылардың орындасаңшы Шұбарда футболда неше команда бар, сонша бала демек көрген тырысады дейді. Сірек Нұрбек, 11 бала дейсің ғой, Нұрбек, ладно. Ана, апа, 11 баланы туып берер, сенің әлі жете ма?
Abi niye kalıyorsun? жақсы өзің қалайсың? Жігіттер қызбен таныстым. қойшы түр сипаты қандай? Қой тұрсын. Қумаш, мен оны тек киіммен көрдім. түр сипаты жігіттер осы бізге бір тайландқа барып па бір мама папа ойнап қойду керек Aslan Қумаш ояқта мама папа біз ояқта папа. Жігіттер бүгін эфир. Жігіттер бүгін эфир. Сондықтан шашымызды алып, мұртымызды қырып, жуынып, шайын дезодорантымызды сүйіп, костюм шалбарымызды дұрыстай. бағлан сама сен мына эфир болмаса таса салақ адам екенсің Махаббат, бұл бұтқа жер қойған сияқты, басында ыстық болады. ендеше эфир болады деп қосылып келген жігіттер құрамасы келсін Сонымен көреміз, Рупай Текеге Бұжай дүкенді ашы. ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам Өлпет тиісі бар ма? Бар. QR код бар ма? QR код дейсің бе? Төлеңді Сонымен қашағалаймыз, Бейш фильмі Қазақстанда түсірілсе. Апа, аяғымдан, апа, аяғымдан. Сонымен, нараз аударамыз. Өмірде тақта деген ұғым болмаса. Балдар, бүгін кім кезекші? Мен апай. Бүгін саған жазады Неге? Бірінші сауап Асланға жазды, үстінде жазатын деп алған жоқ Сонымен көреміз, Бейш фильмі Есентайдың алдында. Апа келеміз, апа келеміз, апа. Сонымен көреміз, Қанекті. Амандық сосын ауылдың расқалдарын бәрі жиып тұр да бәрін фотоға түсіріп алып, сосын маған жібер. Ертең кім бармады, Қанекті спрос болады. Жігіттер, Неге келмейсіздер? Неге келмейсіздер? Ауылдан тұрға кетіп Апай кеттіңіз, аған тыңдап отыр. жігіттер, тездетіңдер міне қырып. Не келе жатыр. Мына жер кетіп жатыр уже. Тезірек келдер. Тезірек, азаматқа тез. Сөз соңында, қазіргі таңда елімізде неше түрлі келеңсіз оқиғалар орын алуда. Осы келеңсіз оқиғалардың шешудің бір ғана амалы бар. Ол өзіміздің бірлігіміз. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Дегендер қамын, жегендер азал, өлгендер намысын қайнаған әр елдің арысын, қайратын қайнаған